Аспанның да өз есіктері бар. Физика ғылымдарының докторы Али Мансурдың тұжырымы бойынша айтылған. Неге баршаға құдірет иесі Аллах Тағала Исра түні Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарды Меккеден емес Әл-Ақса мешітінен аспанға көтерді? Неге Ресей өзінде бар мүмкіндік бола тұра ракеталарын Байқоңырдан ұшырады? Бұл екі сұрақ екі түрлі болғанымен, екеуінің бір-бірімен тығыз байланысы бар екенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Баршамызға мәлім, Құран кәрімде аспан әлемінде жындар мен адамдар кіруіне белгілі тосқауыл бөгеттер бар екені айтылған. Егер осындай біз өте алмайтын бөгет болса, онда неге аспан кеңістігіне ұшқыш ракеталар бөгетсіз ұша береді? Неге оларға тосқауыл жоқ? Сондай-ақ Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар қалайша 7 қабат аспанға еш кедергісіз көтерілді? Сондай-ақ неге Еуропа елдері өздерінің ракеталарын оңтүстік Америкада орналасқан Франция Гвиана космодромына мыңдаған шақырымды құрайтын Атлант мұхитын кешіп, қаншама машақатты жолда өткізіп барып сонда ұшырады? Әсілінде бұл сұрақтардың жауабы адамзатқа 1400 жыл бұрын беріліп қойған. Яғни аспан әлемі біз көріп тұрғандай ашық кеңістік емес, бәлки оның арнайы өзінің кіретін есіктері болатындығы Құран кәрімде баяндалған. Ресей мен Еуропаның жері қаншалықты кең болғанымен, онда аспан кеңістігіне кіретін есік жоқ. Демек біз көріп жүрген аспанның әр жерінде өзіне тән арнайы есіктерді орналасқан. Бұның барлығы Аллахтың қалауымен ашылып жабылады. Бұған дәлел Құранда Хижр сүресінің 14 аятында былай делінеді: егер оларға көктен бір есік ашсақ, дереу олар жоғары шығады. Сондай-ақ Нәбә сүресінің 19 аятында көктерде арнайы есіктер пайда болады делінген. Демек аспан көктері арнайы есіктермен бекітілген екен. Ал сол есіктердің өзінің күзетшілері періштелер болады. Осындай аспан есіктері мен күзетшілерінің алғаш болып білген жындар әлемі. Бұл жайында Жын сүресінің 8 аятында біз көкке көтерілгенімізде, онда қатал күзетші мен атылған жалындаған жұлдыздар көрдік деген. Мұндай жалындаған жұлдыздар жерден жоғары шамамен 80 шақырымда орналасқан екен. Бұл өз кезегінде аспанда 80 шақырымнан жоғары жалынды жұлдыздар ататын күзет барын білдіреді. Ендігі жерде Исра түні Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың 7 қабат көкке шығу мәселесіне тоқталайық. Неге шексіз құдірет иесі Аллах Тағала Мұхаммед пайғамбарды Исра түні Мекке қаласынан емес Әл-Ақса мешітінен көкке көтерді? Себебі Мекке қаласынан көкке шығу үшін қала үстінде аспанға кіретін есік жоқ. Сондықтан Аллах Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды Иерусалимде орналасқан Әл-Ақса мешітіне алып келді. Себебі Иерусалимде көкке тікелей шығатын аспан кеңістігінде есік бар. Бұған дәлел Аллах Тағала өз қалауымен 2 пайғамбарды Әл-Ақса мешітінен көкке шығарғаны белгілі. Бірі Иса алейхиссалам пайғамбар болса, екіншісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар. Иса пайғамбардың көкке көтерілу жайлы Құранда Аллах Тағала оны, яғни Исаны өз тарапына көтерді делінген. Ал Иса алейхиссалам пайғамбар көкке көтерілерде Иерусалимде болған туралы көптеген деректер бар. Сондай-ақ Мұхаммед пайғамбар алейхиссалату вассалам Исра түнінен кейін қайта Әл-Ақса мешітіне түсіп Меккеге аттанған. Бұл өз кезегінде аспан кеңістігіне кіріп шығу тек арнайы жерлерде ғана жүзеге асатынын көрсетеді. Сонымен қатар қиямет қайымның үлкен бір белгісі ол Иса алейхиссалам пайғамбардың қайта жерге түсуі. Ол уақытта Иса алейхиссалам пайғамбардың жерге түсуі тағы Иерусалимге жақын жерде болатын туралы мәліметтер бар. Бұл өз кезегінде аспан әлеміне шығып қайта жерге түсу үшін Иерусалим маңында көкке шығатын арнайы есік бар екендігін тағы айғақтайды. Сондықтан мұндай жайттардан аспан кеңістігіне кіру тек арнайы жерлерден ғана жүзеге асатынын білуге болады. Али Мансур физика ғылымдарының докторы.